Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен бүгін онлайн сабақтан кейін кері байланыс алудың бір әдіс тәсілін көрсеткім келеді. Яғни ол ВК әлеуметтік желісі арқылы. ВК әрбір оқушыда тіркелген бар деп ойлаймын. Ол үшін сіздер ВК әлеуметтік желісін Play Market'тан, яғни Play Market'ті ашып, ВК деп жазсаңыздар, шығады мынандай предложение. Осыны сіздер жүктеп аласыздар. Жүктегеннен кейін өздеріңіз тіркеліп, регистрация жасайсыздар. Мен мысалы тіркелдім, мынау мен өзімнің парақшам. Осы жерде мен өзімнің тобымда сыныбыма кіргім келеді. Ол үшін мен өзімнің сыныбымды табам. Мен алдын ала өзімнің 10-шы А сыныбы деген бөлім ашып, топ ашып, соған жүктеп алған болатынмын. Яғни сабақтан кейінгі кері байланысты сіздер осылай жазбаша түрде алсаңыздар болады. Сонымен қатар бұл жерде смайликтер бар. Әртүрлі, яғни балалардың эмоциясын көруге болады сабақтан кейінгі. Содан кейін тағы да мынандай перне бар. Сол перне арқылы сіздер алдын ала дайындап қойған кері байланыстың түрлерін сурет түрінде, бейнебаян түрінде балаларға осы ВК-мен жіберіп кері байланыс алуыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.